шындық ашы тиіп жатса, оған мен кінәлі емеспін. Бұл жерде мен емес. Ешқандай да шындық емес. Тыңдап сөйлейік бір-бірімізді. Тыңдап сөйлейік. Аягөз, мен сөйлеп жатқан кезде үстіп жалғасады. Мен ортада отқан кезде де Аягөздің сөзін үнемі менің тарапыма қарап сөйлемейсің. Аягөз, қазір тыңдап алайық, содан кейін Аягөз сіз тыңдаймыз. Тыңдай алмайсың, пікір айтпа. Адам бір тыңдап алу керек қой. Мен осы ортаға шыққанда да Аягөз не айтса да, қандай өтірік жалғыз болса да мен до конца тыңдап отырамын. Бірақ мына жерде мен емес, сен сыртқа шыққан кезде Айгүл, мен негізі олай ойлаған жоқпын, негізі былай деген сияқты әңгімені айтатын. Я, ол кезде олай айтқан шығармын, бірақ кейіннен напрямую ойым өзгерді. То, что ортаға түскенді жақсы көретінді, өтірік жылап айттым ғой кеше. Саған просто внимание жетіспейді и все. Басқа маған внимание жетсе, Айгүл, түсіндің ба? Өзіңмен мені салыстырма никогда. Сен кімсің, мен кіммін? Внимание жетіспейді ешқашанда. Қазір рекламада мен сенімен сөйлесем, екінші қаратам маған қарап сөйлемейді. Жақсы, керек емес, Айгүл. Аягөз, жақсы. Алса ханым бір темадан ауытқып кетпек деп тұрғанмын кеп тұр қазір. Дәл қазір мына жерде екі жастың ситуациясы болып жатыр ғой. Мен просто енді Айгүл, Аягөз, сабыр. Просто мына жақта келіп, кәдімгідей Аягөздің өзі де Нұрайға қаратай ауыр сөйлеп жатыр, басқа жақтан да пікірлер кетіп жатыр да. Мен просто былай ойлаймын. Негізінде бір қазір біз камерадан, жаңағы ақпараттан көрген нәрседен бөлек те сыртта мысалы Алишердің Нұрайға қаратай не істеп жүргенін біз білмейміз. Біз барып көрген нәрсемізді осы жерде ғана айтып жүрміз да. Сол үшін де мен ойлаймын, бір шынымен де енді қыздардың бәрі ауадан келіп, сен маған үміт беріп жүрсің, сен маған былай қарап жүрсің, сен маған осындай забота көрсетіп жүрсің деген нәрсені ауадан алмайды деп ойлаймын да. По факту бар ма Алишердің көзқарасына ол нәрсені Нұрай байқады ма, оны айтып отыр. Мен просто Аягөз саған айтқым келеді. Просто сенің қазір сен жақтан Нұрайға қаратай бір рахмет айту керек сияқтысың. Потому что сенің көзіңді тұра тұр, Аягөз, сенің көзіңді ашып отыр да бұл қыз. Сен өзің айтып отырсың, менің көзім қазір ашылып отыр депші. Осы жерде біз қаншама пікір айтты сізге. Саған қаратай Алишер мынандай, Алишер бүйтеді, Алишер сөйтеді. Сен ешқайсының сөзіне сенген жоқсың. Сен тек Алишерге қарай сеніп отырсың да. Просто қазір бір қыз келді, сенің көзіңше нагло көзіңе ашып беріп отыр да, ал сен оған қаратай қарсы шығып отырсың. Ол негізі дұрыс емес. Сонда көну керек па? Дұрыс екен деп көне салу керек па? Жоқ, просто мен ойлаймын, Балауса ханым бірінші бүткіл спростың бәрін Алишерден ғана алып, одан кейін барып Нұраймен жеке сөйлесіп, қыз бен қыз сияқты сөйлесу керек деп ойлаймын. Жақсы, былай қарайықшы, ситуацияны екінші шағын көрейікші. Егер де жаңағы Нұрайдың айтуы бойынша Алишер көз тастап жүр, маған жылылық беріп жүр деген сияқты айтты ғой. Біреу бар ма көрген Нұрайдың өзінің бір күліп, Алишерге жақындап, бәлкім бір көңілін бөліп дегендей сондай көрген адам бар ма? Әлде Нұрай ешқандай да қадам жасамай ма Алишерге қарай? Жоқ, Балауса ханым, негізінде Нұрайдың да Алишердің да бір-біріне деген бір көз қарастарын, жаңағындай айтады ғой, бір-біріне жақындауларын көрген емеспіз. Бірақ бағанағы енді Аягөз айтып жатыр ғой, Алишер бәрімен ойнайтын, неге именно Нұраймен ойнағанда ренжіп отыр да ол ше. Бірақ мен просто кімге Аягөзге айтқым келіп отыр да, осы көріп жүр ғой, негізінде Алишердің өзгергенін, осында қанша қызбен таныста болса да, ондай әрекеттерге бармаған. Бірақ сенің далада сумкаңды да, аяқ киіміне туфлейдің бәрін көтеріп, сен әр шагында жүреді да. Енді кеп мынандай ситуацияда қалай айтсам болады, просто жігіттен просто алу керек. Енді білмеймін ары қарай не айтарын. Мадина қазір. Жалпы енді бағантан бері көріп отырмыз ғой, ортадағы енді жұптардың ортасына түсу болып жатыр да, нақ. Былай айтқанда енді Нұрайға келетін болсақ, Нұрай не деген андай бір сұмпайы адамсың, мынандай жерде осылай бағана, например, бір ситуация болып қалды да, енді отырық, бәріміз қалжыңдасып отырық деп отырық, бірақ адам өзінің ішіндегісін айтады деп ойлаймын да. Тұрды да айтты, мен Алишер мен Аягөзді қалай қоссам, тура солай тартып алайын деп жүрмін деген сияқты. И вот сондай жағдайда енді қалай біз, например, жай таныстық болса жарайды, бірақ ортада жұптық ара қатынастың ортасына айтады ғой, бір есі кеткен екі жастың ортасына түседі деп, тура солай болып отыр да. Мен вообще Нұрайды түсініп отырған жоқ. Нұрай, осындай әңгіме айтылды ма? Кім естіді ол жердегі әңгімені? Балауса ханым, қайырлы күн. Нұрай айтты ма? Кім естіді? Мен естідім. Естідіңіз сол әңгімені? Осы жерде мен тұрғам сөйлесіп негізінде. Бұған мен сұрақ қойдым да. Үштікке қосылып кетіпсің ғой сен деген сияқты мен айтқан болатын да. Сол кезде мен қалай қостым, солай айырам деді да. Ол екеуін. Сосын барып мен көрдім, оны қалай айырайын деп жүрсің деп едім, көресіңдер ғой деп сол кезде солай айтқан болатын бұл. Балауса ханым, Нұрай айтында не деген бір сұмпайы дейм ба, мына жерде жылансың ба, білмеймін, кіп кішкентай ол бәле екенсің ше. Шынды айтсам, вообще ұялмайсың ба, қандай сөздер айтып жүрсің? Мен бағанағы сөзге де жарайды деп қойып отырмын да, мына сөзің не енді? Екеуің вообще, Алишер, сен де оңбайсың, екеуің де оңбайсыңдар бар ғой?
как вы смеете менің сыртымнан осындай нәрсе білдіруге? Баласахан, мен андай өзімді қазір бір изменщик қылып сезініп жатырмын ше, андай кәдімгі Айда да айтып жатыр ғой жаңағындай, ойбай сен көзің ашылды, рахмет айт деп ше, бір андай қылып ұстап адам сияқты. Кіммен үйтіп ойнамайды, кіммен күлмей жатыр негізінде. Сендер ол нәрсені бір андай қылып әшкерлеп, бір шынымен де бір екеуі ажырасып кетсе екен деген сияқты қылып айтып жатқан сияқты көрініп тұр. Кешегіндей ма? Енді ол нәрсені айттық қой, ол нәрсе түсіндірілдім ғой. Алишер, сіз бәлкім ештеңе жасамаған шығарсыз, ешкім сізді ұстап алмаған шығар, бірақ сіз естіп отырсыз ғой Нұрайдың құрбысына не айтқанын, естідіңіз ғой, сіздің қызыңыз туралы ойын білдіңіз, қазір де айтып отыр. Мен қалай қостым, дәл солай ажыратамын деген сөзі бар. Баласахан, маған бәрін естіп отырғаннан кейін сіз ойы ойланбайсыз қызық емес, например, ше. Мен Нұрайға деген ондай бір нем жоқ кәдімгі. Мен Аягөз жақсы көремін, Аягөз мен үшін жалғыз адам деген сияқты да. Болды. Сол үшін мен мына жаққа қарай қатты мән беріп отқан жоқпын, байқасаңыздар. Алишер, Аягөздің сіз үшін жалғыз екені қазір сезіліп тұрған жоқ ешкімге. Алишер, қаншама сөз айтылып жатыр Аягөздің тарапына. Сіз біреуіне айттыңыз ба, Аягөз ондай емес деп? Қыздардың тарапынан сөйленіп жатыр, қыздардың тарапынан сөйлегенмен қыздармен үйтіп салғасым келіп тұр жоқ, шыны керек. Ұлдардың тарапынан айтса мен айтатын едім негізінде. Жақсы, Нұрайдың екінші аудиосын тыңдап алайықшы, содан кейін пікірлеріңізді тыңдаймыз. Мен халықтың алдына как будто екеуі бірге қосылғандай жүр ғой. Негізі менің арқамда қосылған адамдар ғой, олар былай қарап тұрсаң. Аягөздің атын мен былай тармалап кеткен болатынмын да шетін негізі. Сол кезде Аягөздің өзі маған ешкім сенбеген, халықтың өзі сенбеді ғой. Ойнағыз өтірік айтып жатыр деген сияқты. Бірақ ол кезде менің сөзімнің растығы Аягөз өзі сол жерде шындық болып келген болатын. Мен еще ол кезде помнишь, тағы да бір қызды айтып кеткен болатын. Бірақ ол эфирде қатты өрбімей қалды да, мен өткен ол қызды қатты айтпай қойдым. Бірақ сол қыз туралы енді Аягөз көп нәрсе естімей қалған секілді деп ойлаймын да, мына отношенияларына қарасам. Егер соны еститін болса, сол қыз туралы маған айтқан нәрселерді мен шығарып қоятын болсам эфирде, білмеймін, екеуі даже айырылысып та кететін секілді деп ойлаймын. Немене қыз? Немене қыз туралы айтып жатсың? Бізге де қызық. Алишер жауап берсең, біледі ғой. Сол моментте. Айтып кеттім ғой мен ол моментте де эфирға келген кезде, оның бір емес екі қызы бар деп. Жігітіңізден сұрақ көрсеңізші, мүмкін айтып қалар сізге. Немене қыз Алишер? Сол моменттегі. Ой Алла. Мен қашан бітеді осындай нәрсе, қашан жоқ, бітеді? ол нәрсе сол кезде маған үміткер болып келген кезде сол кезде болған нәрсе ол өтіп кеткен уақыт қанша өтіп кетті. Какая разница, біз сол кезде де сөйлесіп жүрдік қой. Баласахан маған басқаша звондады. Түсініп тұрсыз ба? Мен конкретно ол қызбен махаббатша сөйлестім ба? Қазір сонда осы жерде де сол қызды мойындамайын деп тұрсыз ба? Жоқ, сен давай по факту қойып бер онда, я. Сен қазір сенің әңгімеңе сеніп отыруымыз керек болса, мен де айта аламын олай негізі. Қалай сіз сенбейсіз мен сөзімен? Мен не үшін сенуім керекпін сен сөзімен? Қазір мен айтатын болсам, тағы да мына жердегі қатысушылардың бәрі мен айтып кеткен кезде Аягөзінде өзі келіп тұр ғой. Мен өтірік алдасам егер сол жерде Нұрай, мысалы сен жаңағы әңгімеңе қарасам, екеуін қалай қостым, солай айрам деген қарасаң, өтірікті біраз қосып сөйлейтін сияқтысың негізінде ше. Так что білмеймін енді ондай нәрсе керек емес. Ол жақта Баласахан мен айтып кетейін енді, жарайды. Ол кезде Аягөз звондады, одан кейін тағы бір қыз звондады. Бірақ ол қыз бір жұмыстың әңгімесімен звондалған әңгіме негізінде. Енді сол нәрсені енді Аягөзден кейін солай түсініп қалған шығар бәлкім, бірақ ондай бір әңгіме болған жоқ. Қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де қан дейді. Өткен жолы келген кезде Нұрай айтқанда бәлкім біреу сенді, біреу сенбеді, бірақ шынымен де менің есімде Нұрай айтты ғой. Екі қыз болды, екі қызы бар дегенде әңгіме айтылды. Біреуі рас болып шықты. Аягөз келді, өзіңіз бағдарламаны шартын бұздыңыз деп айтылды. Енді екіншісіне мен айтып кетейінші, ойлаймын да сол біріншісі рас болады да, екіншісі қалай өтірік болады деп ойлаймын да, мына жерде негізінде сол жерде 90% шындық болып тұрғанда 10% сонда өтірік болып қалады ма осы жерде? Жоқ, сен нақты айтсаң, мен конкрет не деп сөйлестім ол қызбен, жарайды, айтшы. Соны айтыңызшы. Мүмкін айтып көрерсіз Аягөзге, егер мен айтсам ауыр айтып қоятын сияқты. Нұрай, былай айтсақшы, Алишер еш нәрсені мойындап айтып отырған жоқ. Ол қыз жұмыс барысымен хабарласты деп тұр. Сіз онда айтыңызшы, екі қызбен сөйлескенде екеуімен де қандай әңгіме болды? Аягөз те айтты осы кезде жұмыс байызында хабарласқан деп түсінді. Енді екінші қызы да сол моментте хабарласқан негізі. Бірінші Аягөз хабарласты, екінші қандай әңгіме болды Аягөзбен сол кезде? Аягөзбен мен енді білмеймін, бірақ Аягөз деп шығып тұрды да, ол атымен. Ана қыздың атымен шығып тұрмады. Ол мен оның аты болмады ол кезде.
білмеймін қайсысын айтты, бірақ сол моментте айтты, типа мен қазір үміткермен отырмын ғой деп деген сияқты. Ал ол мені таниды екен да, ол қыз. Сол, мне кажется, сол екінші қызы мені танып тұрды негізі. Аягөз емес. Сіз танитын ба едіңіз Аягөз ол кезде Нұрайды? Я енді ол кезде білдім, я үміткермен отырған білдім. Яғни бір қызбен сөйлескенде бұл үміткермен отырмын деп сөйлескен жан Аягөз болып тұр. Ал екінші қызбен қандай әңгіме? Мені, значит, сол екінші қызы болып тұр ғой, мені танып тұрған. Ол айтты да, мен Нұрай деген қызды білем ғой, ол Аринаның сестреңіз ғой, Аринаның жанында жүрген. Енді қашан маған хабарласасыз? Алишердің өзі айтты да, ол моментте мен саған хабарласпа деп айттым ғой, өзім хабарласамын деп айттым ғой, бірінші деп айтты да. Неге маған хабарласып жатсың? Қазір менің үміткерім қасымда отырды ғой, ертең ол эфирде шығып кететін болса не болады? Сол кезде мен саған көрсететін деген нәрсені деп. Мне кажется, сол қызын айтты ау деймін. Бірақ ол қызы Алишер, енді факт қой, қызыңыз ғой. Ол қызы бірақ басқа қалада тұрады екен да, негізі. Басқа қалада тұрады екен. Сол былай айтты, ол мен үшін осы Алматыға келгісі келіп жүр деп айтты. Менімен бірге тұрғысы келеді деп айтты. Мен ба? Иә. Ойбай, Нұрай. Тоқтай тұрыңыз, мен айтып алайын. Мен до конца бітіріп алайын да. Одан кейін менімен бірге тұрғысы келіп, енді маған бас кетіп жүрген қыз ғой деп айтты да. Қатты маған бас кететін деп айтты да. Бірақ ол кезде бұл екі қызын да серьезно отношения маған көрсетпеді. Ол жерде негізі айтып кетейінші, Аягөзді қазір ойбай, бұрыннан жақсы көрген құсап, Аягөзді анандай қылып тұр ғой, енді мен Аягөзден басқа ешкімді көрмеймін. Аягөз менің барым, қазір бірінші қызым жоқ. Ол кезде Аягөзді мен серьезно қабылдаған Алишерді ол моментте көрген жоқпын негізі. Ол моментте Аягөз туралы сіз білесіз қандай әңгіме маған айтқаныңызды. Сол үшін мына жерде қазір Аягөзге махаббатыңызды прям бір қатты жақсы көретін адамның рөлінде отырмағаныңызды талап етемін. Бітеді деймін да, осы Арунаға да сондай бір мен туралы білмеймін, бір басқаша бір нәрсе айтқан сияқты. Баласахан, мен білмеймін да шы. Мүмкін білмеймін, эфирға білдіртпес үшін солай айтты ма, мен уже мен даже қалай ойларымды білмеймін. Баласахан, мынау деген масқара ғой. Мен туралы не айтып жүрсің сен? Жоқ, Балауса ханым, қараңызшы, мен сол кезде бүлдірдім, иә, мысалы. Не айттың маған сол кезде? Жоқ, енді қараңызшы, маған үміткер кеп тұрып, мен бұған айтам ба, сонда Нұрайға кеп, мен үміткерім айттым ба, менің бұл қызым жүріп. Не деп айттың? Жай сөйлесіп жүрген адам дедім, болды. Қалай ол жай сөйлесіп жүрген адам? Енді солай өтірік айту керек болды, Балауса ханым, сол момент. Ұялмайсыңдар. Құрметті көрермен.